Сәлем достар, қалай достар? Біз қазір 24 сағат залда түсіреміз. Бүгін бізде жаңа видео. Бүгін Ерсай мен Аюка 24 сағат залда деген видео түсіреміз. Екеуі залда отырады. Іштері піспас үшін мен бұларға неше түрлі ойындар ұйымдастырып беремін. Неше түрлі тәттілер әкеп қойдым. Қазір мороженое әкеп беремін. Неше түрлі ойындар ұйымдастырамыз. Өте қызық видео болады. Бізбен бірге болыңыздар. Видеомыз соңына дейін қараңыздар. Міне достар, біз екеуінің іші піспас үшін 24 сағат залда деген видеоға неше түрлі жерге ойыншықтарын алып кеп қойдық. Екеуі осымен ойнайтын болады. Сосын мынандай біз футболка раскраска алып келдік. Міне мынандай футболкада лолдың суреті, бұл аяудікі. Бұны аяу бояйды, е? Мынау карандаш, фломастер, ол жаңағы матаны бояуға арналған. Осы бояумен Аюка лолды бояйды, а Ерсайынға мынандай. Осыны екеуі қазір бояйтын болады. Бұл кім? Ғарышкер, е? Ерсайын осы ғарышкерді бояйтын болады. Өздері қалай бояғысы келсе, сол түстермен өздері бояйды. Аяқ киім. Е, ол лолдың аяқ киімі. Және мынандай неше түрлі ойыншықтан әкеп қойды, екеуі іштері піспайды. Чемодан, көп ойыншықтар бар. Чемодан алып кетем. Чемоданы бар, сумкасы бар еще. Достар, мынаны қараңдар. Мына медведь бар и Маша. Міне Маша бұл. Бұны Машаның көйлегін бәрін, несін бәрі шешіп тастаған ғой Аюка. Şu менің нарықта дәу автоматым бар. Міне автомат, пистолет. Су шашатын міне. Бояп ематына. Қазір осыны бояуды бастаймын. Міне бұлар 24 сағат бойы залдан шықпай отырады. Сондықтан бұлардың қарны ашпас үшін бұларға міне печенье, тәттілер әкеліп қойдым. Құрт, міне бұлар құртты жақсы көреді. Міне ауылдан келген, нағашылардың ауылына алып келген құрт бар. Шаршаса мына диванда демалады. Аюканың мына мындай креслосы бар. Соған отырып демалады Аюка, е? Оған еще жатады. Оған енді жатса болады. Мен енді бұларға міне мороженое алып келді. Міне сенің мороженыйың. Маған да бір мороженый. Мен оператормын бүгін. Ерсайын қарындасына мороженый ашып беріп жатыр. Аюка өзі ашамайды. Ал бұл мороженый менікі. Міне мен де мороженое жеп отырмын. Аюка мен Ерсайын. Аюка мороженое жеп отыр, Ерсайын Орео жеп отыр. Бәрімізге ас болсын деп Аюка мынандай өзінің фиолетовый креслосы бар, соған отырып алды. Ал достар, міне біз бояуды бастаймыз. Міне карандаштардың бәрін Аюка міне ашып алды. Ерсайын міне ашады. Осының ішінде қанша түс? Ерсайын? 1, 2, 3, 4, 5. 8 түс екен. Аюкада 8 түс. Мен неше? Сенде де 8 түс болу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 түс екен. Ерсайында да 8 түс. Ал бояуды бастаймыз. Әдемілеп бояңдар. Біз ашамыз. Аюка бетін бояма. Беті оның ақ болып тұру керек қой. Мына жақтан бастап боя. Аюкаға енді көмек керек болады, достар. Бұл кішкентай. Аюкаға көмектесу керек болады. Қалай тұтылмай? Мынау карандаш жазбай жатыр Аюканы. Қазір басқасын көреміз. Қан Ерсайын сен көрші, сенікі жазам екен? Сенікі жазады. Ерсайындікі жазып жатыр, міне достар, көрдіңдер ма? Бұл футболканы бояғаннан кейін әдемілеп. Содан кейін бұны киіп жүруге болады, әдемілеп бояп. Ерсай, Аюка сен басқа түсті көр. Бояй ма екен, боямай ма екен? Міне Аюка да бояуды бастады. Енді Аюка өзі қалай бояқсы есі солай бояй берсін. Қол үйренгенше. Сосын бұл футболкаларды суретін өтікпен үстінен бастырып киюге болады. Соның бұның футболканың краскасы кетпейді. Көп уақытқа дейін жүреді. Жусаң да кетпейді.
Ал балалар сендерге сәттілік. иә. Міне бізде Аяука уже шаршады. Енді міне ұйықтап демалып алайыншы деп диванда жатыр рахаттанып. Ол диван емес қой, орындық болсам, жағатын орындық қой. Иә, ол орындықта болады, диванда болады, иә, Аяука? Біз ойындықтармен ойнаймыз қайда. Міне достар, Аяука бояп жатыр. Жанына еще мороженыйын қойып қойыпты. Міне енді аяқ киімін қызыл түспен бояп жатыр Аяука. Ерсайын қалай бояп жатыр екен? Ерсайын бояп жатқан қарап қояйық. Ерсайын енді үлкен ғой, Ерсайын әдемілеп боя. Сосын осын киіп жүресің осы футболка. Мен армандап жүрген ой. Сен армандап жүргенсің ба осындай футболканы? Иә. Мама, лайк. Кукла лол. Міне достар, біздің Аяука әлі бояп жатыр. Міне Аяука көрсетші қалай бояғанымды. Аяғын қызылға бояп қойыпты, көзін қызылға бояп қойыпты, юбкасын қараға бояп қойған. Аяу, молодец! Мен бояп қойған жоқпын, ойнам. Ерсайын мына жақта кітап қарап жатыр. Бізде неше түрлі ертек кітаптар бар, жануарлар туралы кітаптар бар. Ерсайын футболкасын толықтай аяқтаған жоқ, біраздан кейін аяқтаймын деп, қазір ол мына жақта кітаптар қарап жатыр. Ерсайын, мынау қандай кітап? Көрсетші сыртын. Жануарлар. Жануарлар және олардың төлдері дейді. Осының ішінде жануарлар және олардың төлдері туралы ақпараттар бар. Қане ашып көрейік, қандай жануарлар бар екен? Кірпі, бала, кірпі. Кірпі, иә, кірпінің баласы не деп айтады екен? Бала кірпі деп айтады екен, иә? Ит, күшік. Мына жерде міне жануар, соның баласы екеуін бірге берген, иә? Келесі. Үйрек, балапан үйрек. Мен жануар бар. Мен оның төлінің арасындағы жолды фломастермен салып шық. Жолбарыс, жолбарыстың күшігі. Жолбарыс, жолбарыстың күшігі. Түйе, бота. Түйенің баласы не деп айтады екен? Бота. Бота деп айтады екен. Мынау қандай құс? Қыран құс. Түлек. Түлек. Қыранның балапан түлек деп айтады екен. Иә, біз осындай құсқа достар суретке түсіп көргенбіз бұрында мама екеуміз, иә? Иә, біз Түркістан қаласына барғанда қыран құсты суретке түскенбіз. Мен де барғам, иә? Иә, екеуміз барғанда суретке түскенбіз. Жануар бар. Мына жерде түйенің баласын тапшы мына жерден. Түйенің баласын. Баласы жоқ мына жерде. Қалай жоқ, түйенің баласы қайсысы? Мына түйенің өзі ғой? Түйенің өзі қайсысы? Міне? Анау ше, анау үлкен. Мынау не? Мынау бар екен ғой. Мынау баласы кірді. Жолбарыс қайда? Міне? Жолбарыстың баласы. Қыран құс. Қыран құстың баласы қайда? Дұрыс. Мына жерде оған Келесі бетті ашамыз. Өзі бітіпті. Вау, мына жерде қандай неше түрлі жануарлар бар ғой. Білетіндерімізді қазір айтып шығайық. Біз кейбір жануарларды мүмкін танымауымыз да мүмкін, иә? Иә. Мынау нені білесің, Ерсайын білесің ба? Ешкі, мынау ма? Иә. Ешкі. Ешкі? Иә. Ешкі емес, ол есек, есектің баласы ол. Иә. Қодық дейді оны. Қодық? Ерсайын бұл қалада өскеннен кейін ауылдың нелер онша біле бермейді. Мынау не? Мынау. Ол ма? Бегемот. Бегемот. Оның қазақшасы не деп айтады? Бегемоттың қазақшасы ол су сиыр. Су сиыр? Мынау не үшінші тұрған? Мынау ма? Иә. Ол қой. Достар, ол не білесіңдер ма? Кім біледі? Қой. Білетін болсаңдар жаз, комментарийға жазып кетіңдер. Қой. Ол қой емес, ол лақ. Ешкінің баласы лақ ол. Лақ? Мынау ше? Кірпі. Кірпі. Мынау не? Маймыл. Маймыл емес, ол аюдың баласы ғой анау. Аюдың баласы ма? Иә, қонжық ол. Балапан. Балапан, үйректің балапан. Мынау не мынау? Ешкі.
Ешкі емес ол. Ол қозы, қойдың баласы қозы ол. Мынау. Ол Күшік. күшік, мынау. Мынау не, достар, кім біледі? Ерсайын білмей жатыр. Бұрында білетін едім. Бұл торай. Торай? Қалай торай? Шошқаның баласы ол. Шошқа дегенді білесің бе сен? Білем. Вот шошқаның баласы торай ол. Торай. Шошқаның баласын торай деп айтады. Арыстан. Кәне арыстан. Ерсайын ол арыстан емес, ол жолбарыс қой. Жолбарыс. Бірінші тұрған мынау ма? Иә. Достар, бұл жолбарыс қой. Иә, бұл жолбарыс. Мынау балапан. Балапан. Мынау жаңа қыранның баласы не деп айтты? Түлек. Түлек. Мынау Күшік. күшік болғанда мынау бар ғой, күшік емес, бұл қасқырдың балапаны ғой бұл. Балапаны деп ме? Қасқырдың баласы. Мынау арыстанның баласы. Баласы. Мынау қолыңды алшы. Білмеймін. Ерсайын, Ә? бұны күнде көресің ғой даладан. Бұл мысық, мысықтың баласы. Иә. Қалай соны білмейсің сен? Мысықтың бала аты басқаша ғой. Марғау дейді мысықтың баласы. Мынау не? Ат. Мынау түлкінің баласы ғой деймін. Мұны мен де білмейді екенмін. Достар, сендер білесіңдер ма? Мынау піл. Жираф. Жирафтың қазақшасы Білек. керік. Керік. Мынау не? Түйе. Мынау Сиыр. Сиырдың баласы кәтті. сиырдың баласы бозау. Міне бізде осындай кітап бар. Осыдан біз біраз нәрселерді үйрендік. Иә. Міне достар, енді Ерсайын мына ойнаған жерлерін, сурет салған жерлерін бәрін жинап жатыр. Бізде Ерсайын үйді жақсы жинайды. Көбінесе маған мамасына көмектесіп, үйдің бәрін жинайтын осы Ерсайын. Мына жақта кітаптар тұр, соның бәрін қазір ол жинайды. Достар, сендер де үйде мамаларыңа көмектесесіңдер ма? Көмектесетін болсаңдар, комментарийға жазып кетіңдер. Біздің видеомыз сендерге ұнап жатыр деген ойдамыз. Видеомыз ұнаса лайк басыңдар, комментарий жазыңдар, иә, Аюка? Міне енді бізде келесі кітап. Бүгін біз өңшең жануарларға қатысты кітаптарды қарап жатырмыз. Бұл зоопарк деген кітап екен. Аюка да мына жақта бір кітап алып келді. Аюка, сен қандай кітап алып келдің? Бөпе. Қурмаш деген кітап. Қан зоопарк деген кітапты көрейік, оның ішінде жануарлармен танысамыз. Мынау не? Арыстан. Аяу, мынау не? Қатқы. Аяу қасқыр дейді. Аяу танымайды енді ол. Аяуға енді үйретеміз. Бұл арыстан. Аттан. Мынау не? Бұл аттан даны құтат. Бұл аттан құтат. Арыстан тайми көш гүлзат деп қояды. Көп жасардықтағы арыстанчок деген балалар бар ғой, соны айтып отыр бұл. Құтат бұл. Аяука, арыстан деген ол аң ғой. Балық. Адамның атын да қояды, бірақ та арыстан деп, е? Иә, не? Атын. Қайсы? Ол бақа. Бақа, балпақ, басым неге жалпақ, темір телпек көп кие, басым содан жалпақ деген бақа ғой ол, е? Иә, ондай өлең бар ғой. Мынау ше, мынау не? Мынау? Керік. Керік. Керік, е, қазақшасы керік. Мынау не? Зебра. Зебра. Вау, мынау не? Таспақа. Мына жерде мынандай жазылып тұр, ана жерде таспақа. Таспақа да жазылып тұр екен, е? Давай. Мынау не? Қасқыр. Не деп жазылып тұр мына жерде? Тікірейген құлағы тыным таппай жүр әлі. Елеңдейді сақтықпен, көзі қандай қырағы. Ол не? Ол қасқыр. Бітті ма? Енді мен мына оқимын. Аюканың кітабында не бар екен? Чай. Онда мұндай тақпақтар бар екен. Сүтқоректілер
Жер. Мынау да жануарлар туралы кітап екен ғой, иә? Мияу. Неше түрлі жануарлар бар ғой мынаның ішінде. Арыстандардың түрі, мысықтың түрі бар екен мына жақта. Сүт қоректілер жер бетінде 20 миллион 200 миллион. 200 миллион жыл бұрын пайда болған деп саналды. Олар бауырмен Мынаны қараңдар, маймылдың балапаны. жорғалаушылардан шыққан әлемде. Мына жерде қара, мынау не? Бұғы дейді, бұғы түрімен. Мыналар ше арыстандарды. Қандай күшті, неше түрлі бар. Мынау қыз, мынау жігіт. Дұрыс айтасың. Қандай жануарлар. Бірақ та қыз деген маймыл. Маймылдың да неше түрі бар екен Аяука, иә? Мынаны қараңдар. Достар. Маймыл. Өте қызықты кітап екен. Маймыл. Мынандай маймыл бар екен. Аты қандай? Аты кім бұның? Горилла екен. Маймыл. Мынау маймылдың аты капуцин екен. Мынау орангутанг. Мынау шимпанзе. Көрдіңдер ме, достар? Бір маймылдың өзінің неше түрлі арты бар, неше түрі бар екен. Мынау мартышка дейді. Өте қызықты кітап екен, иә? Шимпанзе. Міне достар, Аяука мен Ерсайым 24 сағат залда деген видеода сурет салды, тамақ ішті, мороженое жеді, мына ойыншықтармен ойнады. Енді кітап қарап жатыр, іштері пісіп жатқан жоқ, короче, екеуінің. Аяука мына жақта отыр, енді шаршадым дейді, мына жақта бөпелермен ойнап жатыр, бөпелерін ұйықтатам дейді, иә, Аяука? Қайсысын ұйықтатасың? Бөпелерін бәрін жанына жинап апты Аяука. Соларды енді ұйықтатам дейді. Өлең айтып берсе? Өлең айтып беріп жатыр бөпесіне, әлде ақ бөпем дейді. Ұйықтады ма? Бөпені енді бір бөпесін ұйықтатты. Сөйлемендер енді. Енді қайсысын ұйықтатасың? Бөпелерін бәрін ұйықтатып жатыр Аяука. Екіншісін ұйықтатты. Бәрі ұйықтатты, иә? Аяука, енді өзіңде ұйықтайсың ба? Жатып ұйықтай ғой. Жылап жатыр ма? Қайсысы жылап жатыр? Көтеріп жылап жатыр ма? Далаға шығар деп жатыр ма? Біз далаға шығуға болмайды деп, біз 24 сағат залда отырмыз де. Сонда видео түсіріп жатырмыз, далаға шығуға болмайды, е? Оқта. Мен оқтайым. Сені оқтана. Бөпелер. Аяука деген мамалар шаршады, я ұйықтасын бөпелердің барлығы. Аяука да ұйықта, көзін жұм. Аяука да ұйықтақ балдан. Тыныш отырайық енді, достар. Сөйлемеңдер. Достар, осымен біздің 24 сағат залда дейін. Мен айтам! Ал сен айт. Өйтіп айтпайсың. Бүтін видеомызды аяқтауды. Сонымен. Мен айтам! Бүтін видеомызды аяқтауды. Всем пока! Лайк-комментарий аямаңыздар. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Лайк-комментарий аямаңыздар. Всем пока! Осымен видеомыз аяқталды. 24 сағат залда деген. Всем пока! Аяука, сен айт. Қадықаным.
Бітім бітімді аяқтауды. Всем пока. Всем пока! Келесі видео кездескенше. Келесі видеода бір қыз жазыпты 24 сағат кухняда тұрыңыздаршы деп. Келесі жолы біз 24 сағат кухняда деген видео түсіреміз.